Саламаттар, урматтуу туугандар, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар Dongfang LX 954 дегендер лоболдуку. Жана Dongfang'дуку мына 954 деп суранып аткан байкелер. Трактордун жылдары 2015. Толка бул мурдакы чыккан 954 такыр 2015-кече болгон. Андан кийин такыр электрон аппарат болуп 904 болуп кеткен. Ал эми азыр биз жаңы завод менен кечеден бери сүйлөшүп атабыз. 954 жаңы комплект заводский пакетин алганга мүмкүнчүлүк бар экен. Просто баалары бир аз кымбат болуп атат. Кыргызстанга түшүшү 28 000 тегерегинде. Ал эми колдонулгандар булар болсо, примерно арзан бир 16-15 тегерегинде мүмкүнчүлүк бар Кыргызстанга түшүргөнгө. Оптом салып калсак. Эгер да кимдерге ушундай тракторга керек болсо байланышсаңыздар болот. Сеналары трактордун жылдарына карата примерно 2015-16 тракторлары булар ошол примерно 15 000ден күчөп кетсе ошол 16 000, 16,5 чапат болсо 15 000 тегерегинде болот. Кабиналык 954 анан просто бул жерде 1004 бирөө бар экен. Буну көрүп көрөлү. Бул 2014 экен. Жо давайте. Исыненда. Исынен давайте. 这个14年多少钱？这个104，6万3。这个前面加满配重？没有配重是吧？Просто туган булардыкы жок экен, малына болуп таштарын толтуруш керек, онду арткы дөңгөлөккө кошуш керек. Просто дөңгөлөктүн абалдары бир аз иштетилиптир, бундагы алмаштырыш керек. Примерно Кыргызстанга түшүшү бир 15,5-16га жакын жетип калат экен. 2014 трактору 1004. Мына экинчи колдордун абалдары ушундай аткандар көрсөңөр. Заводдун өзүнө түштүк. Өзгөчөлүгү экинчи колго түштүк. Өзгөчөлүгү болот. Саламаттар, урматтуу жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар 1204 Yoto Dongfang компаниясынын трактору. Заводдон чыккан жылы 2023-жыл 4-айдыкы трактордун жүргөн моточасы 157 саат. Кыргызстанга Росмошка бүтүп түшүшү $23,000 менен түшүрүп беребиз. Дөңгөлөктөр Armor компаниясынын кең дөңгөлөгү. Мына пожалуйста Кытай иштегендери силерге Кыргызстанга түшө турган кең дөңгөлөк Armor компаниясынын дөңгөлөгүн коюп беребиз. Алдындагы болупташтар толук, артына толук кылып катырып беребиз. Трактор Euro кабина. Ичин көрсөңүздөр үстү ачыла турган, ичиндеги мампулет тигил неме кондиционер печке бардыгы толук шамалдыргычтары менен. Трактордо турбина бар, турбиналык. Азыр моточасын көрөлү. Мына заводдон чыккан жылы 2023 4-айдыкта. Азыр ачылат, тугандар карасаңыздар. Yoto компаниясыныкы. Көрдүңүздөрбү? 157 саат. Эгер кимге керек болсо, байланышсаңыздар болот. Мынакей трактордун абасы дагы сылык, тыныч, эч кандай. Эгер кимге керек болсо байланышып калат, тугандар. Бир тал абалы жакшы, таза трактор. Арты басабы дегендер арты басат. Мынакей сокону баса турган күчтүү түрү. Бул жерге пресс подпорыш соко чатыгынан тура турган функциясы толук орунлаштырылган. Турбинасы бар, мынакей. Мотор ачалы. Мынакей. Мотор таза. Жаңы. Алети такшы. Урматтуу жактырыңыздар, көрүп атканыңыздар Kubota'ныкы M954 Kio 2022 жылдын трактору. Заводдон чыккан жылы 2022 7-айдыкы. Шуреки муз алдында болуп ташынан алтоо бар экен, дагы коштуруп берсек болот. Просто дөңгөлөктөрдү жаңылаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Просто өзү эле андай көп управаган, ас жүргөн дөңгөлөктөр экен. Болуп таштар карасаңар 4төө бар экен. Артын карасаңыздар, цилиндри кош цилиндрлик. Экөө бар. Ал кардан. Кабинасы Euro кабина. Бул жерде майбак чоң экен. Май тоң. 2022 деп.
Андан кейін кабинаның ішіне шыққаннан кейін қарасаңыздар таза içinde konteyner пешкасына барлығы толық екен. Жанындағы тетіктері барлығы бар. Толық комплект көрсеңіздердай. Саатын ашып көрелі. İştеген saati 751 saat işlep тұр. 754 saat işlеген Kubota markasındaki 954. Егер кімге керек болса байлансаңыздар болады. Қырғызстанға Ростомышқа қылып беріп қолыңа тиіші $30,000 менен түшіріп береміз. Егер шын ниетің ала тұрғандар болса, сөйлесуге мүмкіншіліктер бар. Мінекей трактордың әлеті таза. 2022 жылдың тракторы Kubota 954. Bunlar көрсеткен тракторлар 954. 2016 екен. Çoğumuz дөңгелектерін кең дөңгелек алмастырып берген мүмкіншілік бар. Трактор 5 турбина екен, мына 954. Мынау болса электронный аппарат. Бұл жоқ, просто аппарат екен. Жылын қарайлықшы. Жыл 2015 дейді мұқы. 2015 екен. Мінекей. Іштеп өтті машина. Ondan кейін артын арсаңыздар, арты басау дегендер артына басады. Просто екінші қолдардың авалы үшінші келе туғандар. Просто ақшаға жараша армияты бар, өзінің нарқына жараша болады. Кімге қайсы сенаға лайық болса, ошол санаға қылақташтырып товар тап береміз. Екінші қол товарға Қытайлар бізге гарант бермейді. Просто сол жақтан сіздерге танытқан кезде бірден ашып көріп, сіздерге видео звонок менен көрсетіп, қайсы тарабын көрсеңіздер сол айтқаныңар бойынша көріп таңдап қылып береміз. Анан кейін запчасть тараптан қандай болады дегенде запчасть тараптан қажет болуп алар. Біз Қытайдан қайсы кезде қандай запчасть несі керек болса айтсаңар, ошол уақытта тап керек болса поезд болобу же самолет болобу, уақытында запчасттарын жеткізіп бергенге кепілдік береміз туғандар. Саламаттар достар, жақтырмаңыздар. Көріп отқаныңыздар 50 Вт күші 2022 жылдың тракторы, электронный аппарат. Заводтан шыққан жылы 2022 4 айдықта 200 саат шамасында іштеген трактор. Бұның артында фрезасы бар, комплект шыққан, ошо фреза менен бирге салып беребиз, тугандар кимге керек болсо. Бирок бунакы бир окшогон жери алды дөңгөлөк сүрөбөйт, тек гана арты сүрөйт. Билесиңер, келдеринде бар, алды сүрөй турган мындай. Бирок бунуку тек арты сүрөй турган түрүнөн 5 чыктырды дейбиз. Трактордун алети таза, көрсөткөндөй. Эгер кимге керек болсо байлансаңыздар болот. Ростомышқа бардығы фон ішінде $9,500 түшіріп береміз. 2022 жылдықта бір товар екен. Фреза ішінде комплект. Негізі трактор алады екен, фрезаны Қытайға қосып бере тұрған болды. Просто $9,500 менен Ростомышқа ішінде Қырғызстан қосып бішкек любой айырмасы жоқ кете береді. Егер кімге керек болса, байланыш қылады. Үстінде кіші кабинасы бар екен, ол жанынан сақтай тұрған. $9,500 туғандар. Бір үштік бар. Авалы жақсы.